Қайырлы күн баршаға. Бүгін мен Қазақстан Республикасының жаңа конституциясын түсіндіретін боламын. Осылай сіздерге экранға ашып қойып, негізгі осы мемлекеттік қызметке арналған тесттерде кездесетін бөліктеріне тоқталамын қысқаша. Осы кейбір адамдарға тыңдап отырып, кейбір адамдарға қарап, бірге оқып отырып, осы конституцияның мәтінімен танысқан ыңғайлы. Осы формат, қайсы формат сіздерге ыңғайлы, сол форматта осы материалды қолдансаңыздар болады. Сондай-ақ тереңірек дайындық жүргізу үшін барлықтарыңызға тестмастер мобильді қосымшасын өздеріңіздің телефондарыңызға жүктеп алып, өздеріңізге ыңғайлы уақытта, ыңғайлы жерде дайындалуға кеңес беремін. Осы мобильді қосымшаға сілтеме осы видеода соңында болады. Әрине, осы Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы өздеріңіз білетіндей 2026 жылы 15 наурызда қабылданған болатын. Конституцияның ең басында, преамбуласында ол біз біртұтас Қазақстан халқы деген текстпен басталады. Бұл жердегі сөздерге де мән беру керек. Көп жағдайда бізде тыңдаушыларымыз тек заңдарға бірден өтіп кетеді, бірақ сұрақтар бізде осы преамбуладан да келіп жатады. Өйткені бұл жерде осы Қазақстан Республикасының унитарлы сипаты, унитарлы сипат дегеніміз ол Қазақстан бүкіл территориясында бірыңғай билік жүйесі және де бірыңғай заңдар қолданылады деген сөз. Оның шекарасы мен аумағының тұтастығына қол сұғуға болмайтынын нақтылап деген сөздер кездеседі. Сондай әділетті Қазақстан идеясын заң мен тәртіп қағидатын ұстанып, осы конституцияны қабылдағандығы туралы осы преамбулада жазылған. Енді мен бүгін сіздерге негізінен бірінші бөлімін тоқталатын боламын. Бірінші бөлім, бірінші бап. Бұл жерде Қазақстан Республикасы демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет екендігі айтылған. Мемлекеттің ең жоғарғы құндылығы адам мен оның өмірі. Осы нәрсені есте сақтау керек. Өйткені бұл тестіде осы жағдай заңның мәтіні міндетті түрде кездеседі. Екінші бап, Қазақстан Республикасы унитарлы мемлекет. Жаңа оған тоқталдық. Бір билік жүйесі бүкіл Қазақстанның территориясында жүзеге асырылады. Басқару үлгісі президенттік республика. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының егемендігі оның бүкіл аумағын қамтиды. Осы сұрақ өте жиі келеді бізде тестілеуде. Қазақстан Республикасының егемендігі қай бөлікте қолданылатындығы. Бұл әрине Қазақстанның бүкіл аумағында қамтиды. Қазақстан Республикасының елордасы ол Астана қаласы. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы ол теңге. Қазақстан Республикасы үшінші бапта адам капиталын, білімді, ғылымды, инновацияны дамытуды мемлекеттің стратегиялық бағыты деп танитыны айтылған. Біздің мемлекеттік бағыттың стратегиялық бағыты ол адам капиталы, яғни сапалы адамдарды жетілдіру мәселесі. Төртінші бап, Қазақстан халқы мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы. Осы жерде тестілеуде сұрақтар келеді. Мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы ол халық, яғни Қазақстан халқы болып табылады. Халық билігі референдум және еркін сайлауға қатысу арқылы. Әрбір Қазақстан Республикасының тұрғыны өзінің сайлауға қатысу арқылы, референдумға қатысу арқылы өзінің билігін, таңдау билігін жүргізу арқылы өзінің билігін жүзеге асырады. Осылы арқылы Қазақстанның мемлекеттік билігі, оның бастауы халық болып саналады. Қазақстан Республикасында мемлекеттік билік біртұтас, ол заң шығарушы, атқарушы, сот билігі болып үш тармаққа бөлінеді. Ең бірінші заң шығарушы, ол бізде қазіргі таңда құрылтай білесіздер. Атқарушы ол біздің Қазақстан Республикасының үкіметі және де барлық осы үкіметтің құрамына кіретін атқарушы билік. Сондай-ақ сот тармақтары ол жаңағы сот билігін жүзеге асыратын осындай үш билік бізде Қазақстан Республикасында бар. Конституцияның ең жоғарғы заңды күші бар, яғни Конституция бізде ең жоғарғы заңды күші бар құжат болып саналады. Ол Қазақстанның бүкіл аумағында тікелей қолданылады. Бұл да сұрақ болып ретінде кездеседі. Конституция ең жоғарғы күші бар екендігі, сондай-ақ ол бүкіл аумағында тікелей қолданылатын құжат екендігін есте сақтауымыз керек. Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілер
актілердің ресми жариялануы олардың қолданылуының міндетті шарты. Бұл деген сөз Қазақстан азаматтарына құқықтары мен бостандықтарына, міндеттеріне қатысты қандай да бір нормативтік құқықтық актілер қабылданатын болса, олар міндетті түрде ресми жариялануы тиіс. Яғни ресми жарияланбаса, ол қолданысқа енбейді деген сөз. Сәйкесінше бұл ресми жариялану олардың қолданылуының міндетті шарты болып табылады. Азаматтарға жаңа міндеттер жүктейтін немесе олардың жағдайын нашарлататын заңдардың кері күші болмайды. Бұл дегеніміз, егер бір азаматтардың жаңа міндеттер жүктейтін бір жаңа заң нормасы пайда болатын болса, ол осы уақытқа дейін болған кез келген құқықтық қатынастарға қолданылмайды. Қашан ол заң өзінің күшіне енеді, содан бастап осы заң қолданылады. Жауаптылықты белгілейтін және де күшейтетін заңдарында кері күші болмайды. Жаңа заң бұрын жасалған құқық бұзушылық үшін жауаптылықты жоятын немесе жеңілдететін болса, онда жаңа заң қолданылады. Керісінше адамдардың жағдайын жақсартатын, бұрын сіз бір адам бір бұзушылық жасаған болса, және де жаңадан заң қабылданса, ол жаңадан қабылданған заң бойынша ол бұзушылық болып табылмайтын болса, онда жаңа заңды қолданады. Енді қысқаша айтқанда, заң міндетті түрде адамның жағына болсады деген сөз бұл жерде. Қазақстан Республикасының жекелеген өңірлерінің экономикасын қарқынды дамыту мақсатында қаржы саласына қатысты арнаулы құқықтық режим немесе қарқынды дамитын қала арнаулы құқықтық режимі конституциялық заңдарға сәйкес белгіленуі мүмкін. Бұл арнайы бізде қалалар қазір салынып жатыр, арнайы экономикалық аймақтар, соларға қатысты арнаулы бір аумақта жекелеген бір құқықтық режим белгілейтін осындай бір құқықтық режимдер белгіленуі мүмкін дегенді білдіреді. Басқа мемлекеттің саяси партиясы мен кәсіптік одағының діни негіздегі партияның қызметіне жол берілмейді. Осы сұрақ жиі кездеседі тест нұсқаларында. Қандай саяси партияларға рұқсат берілмейді? Яғни ол басқа мемлекеттің саяси партиясына және діни негіздегі саяси партияларға жол берілмейді. Шет мемлекет пен халықаралық ұйымның қаржыландыруына осы саяси мақсатта қаржыландыруларға жол берілмейді. 7-ші бап Конституцияның ол дін мемлекеттен бөлек Қазақстан аумағында діни ұйымдардың қызметіне заңға сәйкес жүзеге асырылады, және ол конституциялық құрылыс негіздерін адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті, азаматтардың денсаулығы мен қоғамның адамгершілік болмысын сақтау мақсатында шектелуі мүмкін. Яғни діни ұйымдар осындай мақсаттарда шектелуі мүмкін екендігін есте сақтауымыз керек. 8-ші бап Қазақстан Республикасында барлық меншік түрі танылады, оларға кепілдік беріледі және тең қорғалады. Меншікті пайдалану қоғам мен мемлекет мүддесіне сай келуге, қоршаған ортаны қорғау саласында белгіленген талаптар сақталып іске асырылуы тиіс. Кез келген меншік ол белгілі бір дәрежеде міндет жүктейді. Мәселен, сіздің көлігіңіз болса, ол көлік қоршаған ортаның қорғау саласындағы талаптарын сақтап, ешқандай залал келтірмеуі тиіс. Сондай-ақ жер және қоғамның қойнауы, су көздері, өсімдік мен жануар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар халыққа тиесілі. Қазақстан Республикасының территориясындағы барлық осы жер қойнауы, өсімдіктер, жануарлар әлемі, су көздері, бұның бәрі халыққа тиесілі. Халық атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асырады. Жер заңда белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде жеке меншікте де болуы мүмкін. Бұл енді әртүрлі жерді жеке меншікке беру жағдайлар кездеседі. Үй салуға, тұрғын үй салуға, басқа да бір шаруашылық жүргізуге арналған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі ол қазақ тілі. Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында қазақ тілімен қатар орыс тілі ресми түрде қолданылады. Бұл көп қызу талқыға түскен норма, яғни қазақ тілімен қатар орыс тілі ресми түрде осы мемлекеттік органдарда және де өзін-өзі басқару органдарында қолданылады. Дегенмен біздің мемлекеттік тіліміз қазақ тілін дамытуға қазіргі таңда барлық жағдай қарастырылған. 11-ші бап Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері, мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба, мемлекеттік әнұран. Осы негізгі үш біздің мемлекеттік рәмізді есте сақтау керек, өйткені тестте
әртүрлі осындай жауап нұсқаларымен шатастыру мақсатында кездеседі. Бұл қатарға басқа да рәміздерді кіргізуі мүмкін. Сол себептен сіздер жаттап алуларыңыз керек. Конституцияның 11-ші бабына сәйкес бізде 3 қана мемлекеттік рәміз бар. Ол мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік әнұран. Негізгі Конституцияның бірінші бөліміне тоқталдық. Жалпы Конституция бізде 96 баптан және де 11 тараудан 11 бөлімнен тұрады. 15 наурызда 2026 жылы қабылданды. Келесі видеоларда мен келесі тарауларға тоқталатын боламын. Әрине, видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, жағымды комменттер қалдырып отырыңыздар. Өйткені келесі видеолардың шығуы ол сіздердің қолдауларыңызға тікелей байланысты. Сондай-ақ қосымша және сапалы дайындалу үшін Тестмастер мобильді қосымшасын жүктеп алып, сол жерде актуальды бүгінгі таңға келетін тесттермен дайындалуға кеңес беремін.